бір магазиннен бірнеше товар сатып алғыңыз келсе, онда мына қазір мына киімге кіріп көрейік. Қараңыз, мына осы товары және осы магазиннің басқа товарларын көруге болады сізге. Астына түсіп, мына қараңыз, мына жерде осы товардың нелері, отзывтар тұр. Мына жерде көрдіңіздер ме? Осыған кірсеңіз, полный отзывтар тұрады осы жерде. Бүйтіп бассаңыз, осы товардың отзывына кіресіз. Мынаны скриншот етіп, копировать етіп, тексеріп көрсеңіздер болады. Не деп жазылған, қандай отзыв жазылған, бәрін. Фотоларды көруге болады осы жерден. Енді төмен қарай түссек, былай. Мынау жалпы осы магазиннің отзывтары, бүкіл товарлардың отзывтарын көрдіңіздер ме? Бүкіл товардың отзывы көрініп тұр. Бұны көру үшін мынаны басасыздар. Мынаны бассаңыз, бүкіл осы магазинде сатылып жатқан товарлардың отзывтары тұрады. Көрдіңіздер ме? Мына жерде фильтрлер бар. Қараңыз. Мына жерде фотомен, мына видеомен тұр. Яғни осыны бассаңыздар, тек видеомен отзывтар ғана шығады. Мына фотомен ғана шығады. Мынаны көрдіңіздер ме, кішкентай стрелка? Осыны бассаңыздар, бүкіл ашылады былай. Осыны скриншот етіп, не деп жазылып тұрғанын бәрін көріп тексерсеңіздер болады. Сосын артқа қайтамыз да, мына жерде енді осы магазиннен тағы басқа товарларын көргіңіз келсе, мынаны басамыз. Магазин толық атауы тұр осы жерде. Мынаны басасыз, толық магазинге кіресіз. Яғни осы магазиннің товарларын көруге. Осылай шығады. Магазиннің бүкіл товарлары шығады осылай. Көрдіңіздер ме? Мынаны басасыз, товарлар шығады. Тек осы магазинде ғана сатылып жатқан товарлар. Енді сіз өзіңізге осы магазиннен оптым алғыңыз келсе, барлығын, мысалы, мынадан біреу, қараңыз, мынадан біреу алғыңыз келсе, мына жүрекше тұр ғой, мына жүрекше тұр ғой. Осы жүрекшені басу арқылы корзинаға саласыздар. Мына жерден сразу адрестер несін, размерлерін, мысалы, қандай түрін, қандай түсін, бәрін таңдап алады. Көрдіңіздер? Егер түсінбесеңіз, мына жерде не жазылып тұрған, скриншот жасап, Google переводчикпен перевод жасап көруге болады. Мына жерде мына размерлер тұр, көрдіңіздер? Сөйтіп көре берсеңіздер болады. Мысалы, мына 100 деймді, осы цветін таңдап, мынаны қызыл бассақ, мына кетті неге, корзинаға сақталды. Сосын мынадан кейін басқа товар, мына товар ұнатты, осында тапсырыс бергіміз келіп жатыр. Мына жерде белгілейміз біреу, мына жерде размер, мына жерде неше штук алғыңыз келеді, соны бәрін белгілейсіз. Неше штук алғыңыз келеді, соны белгілейсіз. Маған пока мына 1 штук кетеді. Сөйтіп белгілеп, корзинаға сала бересіздер. Сөйтіп барлығын таңдап алғаннан кейін осы магазиннен. Сосын көпшілік сұрап жатыр, біздің тапсырыс берген затымыз складқа бәрі жиналып келе ме деп. Егер сіздер осы бір магазиннен осылай жинап, бірақ бір корзинаға салып бәрін бір төлем жасасаңыз, онда продавец сіздің товарыңыздың бәрін жинап, бір қылып жаңағы неге, курьермен складқа бір уақытта жеткізіп алуы мүмкін. Сол кезде сіздің товарыңыз бір уақытта келеді складқа, сосын ол складтар упаковать етіп Алматыға жібереді бір уақытта. Сол кезде ғана бір уақытта келуі мүмкін осы заттарыңыз. Ал енді сіз басқа магазиндерден қарайтын болсаңыз, онда әр товар әр уақытта келуі мүмкін. Артқа қайтамыз, жаңағы корзинаға кіріп көрейік. Корзинаны көру үшін
мынаны басамыз. Мына координалы шек басамыз. Сосын мына жерде мына жүрекше тұр, көрдіңіздер ме? Осы координат пиндода осыған кіреміз. Міне жаңа біз координат салған екі затымыз тұр, көрдіңіздер ме? Міне осыны ары қарай сатып алатын болсаңыз, мына былай белгілейміз. Мына бүйтіп белгілеп, ары қарай мына қызыл кнопканы басып, сатып алуды басып, ары қарай сатып ала берсеңіздер болады. Түсінікті болады. Ал егер сізге мысалы мынадан тағы екі үшеу қосу керек болып қалды, ондай жағдайда мынаны басасыздар. Мынаны басып, жаңағы санын көбейтсеңіз болады. Мысалы үшеу, төртеу. Окей дейміз. Төртеуге өзгерді, көрдіңіздер ме? Болды, ары қарай. Осылай бірнеше, мен екеу ақ давать еттім әзір. Негізі бірнеше товар давать етіп, ары қарай бірнеше товарды бірден бір магазиннен сатып алсаңыз болады. Солай.